Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен біргелікте апельсин пирогын дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет, әрі шаймен ішкенге жұмсақ пирог. Жұмыс барысын 3 жұмыртқаны шағып алудан бастаймыз. Және қант салып, барлық қоспаны жақсылап араластырып аламыз. Мөлшер граммының барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. 1 стакан апельсин согы, сұйық майды құйып, қайта араластырамыз. Онды електен өткізіп, ішіне разрыхитель салып жібересіздер. Енді барлық массаны жақсылап араластырамыз. Соңына қарай апельсиннің цедрасын қосып қайта араластырасыздар. 2 апельсинді жуып тазалап, жоқа етіп кесіп аламыз. Табаға пергамент қағазды қойып, бетіне қантты саласыздар. Апельсиндерді табаққа қойып шығамыз. Енді қою массамызды табаға салып, 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Апельсин пирогы дайын болды. Дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Кәдеңізге жарап жатса, видеоға лайк басып, ой-пікірлеріңізді комментарияға жазып қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған супер келін Диана. Әр апта сайын жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыз.